Бүгін біздің іс-әрекетіміз өте ерекше болғалы тұр, иә? Балалар, біз қысқы орманға тап болдық. Қараңдаршы, қысқы орманның іші өте әдемі екен, иә? Айналарымыз мына тұрған үйшікте кім тұрады деп ойлайсыздар? Бірге тамашалайықшы, балалар. Сәлеметсіңдер ме, балалар? Мен кішкентай қорқақ қоярмын ғой. Балалар, сендердің келгендерің қандай жақсы болды. Қараңдаршы, мен үйшіктен шыға алмай тұрмын. Менің үйімде қар басып қалды. Сендер маған көмектесесіңдер ме? Қоянды үйшігінен шығаруға көмектесейікші. Үйшіктің алдындағы қарларды жинап, үйшігімізден қоянымызды шығарайық, иә? Кәне, олдар сендер алып көліктен де келе қойыңдар. Ал қалған балалар қарларды көліктен жинай қойыңдар. Сұрақ қойғым келіп тұр. Білесіңдер ме? Қазір бізде қандай мезгіл? Жарайсыңдар. Ал қыс мезгілінде ауа райында қандай құбылыстар болады? Дұрыс айтасыңдар. Ал қардың түсі қандай болады? Жарайсыңдар. Ал бізде қыс мезгілінде қанша ай бар екен? Дұрыс айтасыңдар, балалар. Сендер не еткен ақылды едіңдер? Жарайсыңдар. Қоянжан, біздің балалар қыс мезгіліне арнап тақпақ өлеңдері бар еді. Тыңдап көріңіз, бізді тамашалап. Далада қар борайды, ақ мамық қаурайды. Болады қатады, жұрты болып жатады. Жарайсыңдар. Жарайсыңдар, балалар, көмектесіңдер. Балалар, сендер ақылды екенсіңдер. Ал сендердің өлеңдерді тамашалайық. Менің әбден үйде отырғышым түсті. Менімен бірге ән айтып билегілерің келер ме? Олай болса келіңдер, бәріміз шеңбер тамашалайық. Сыр қоян естіп қалып сыбдырды, ойлы қырлы жерлермен ытқып секірді. Қарап еді артына қиығын сап көзінің, келек жатқан тоңпаңдап көжек екен өзінің. Қарап еді артына қиығын сап көзінің, келек жатқан тоңпаңдап көжек екен өзінің. Ал енді біздің топқа оралатын уақытымызда болып қалды. Кәне балалар, қоянмен қоштасайық. Сау болыңдар, балалар. Жарайды, сендерге рахмет. Ал енді мен барып орманымды аралап қайтайын. Жолдарың болсын. Рахмет. Балалар, ендеше біз ашылған қар жолымен тобымызға оралайық, иә? Ұйымдастырылған әрекетімізге орай дамытушы орталықтарға бөлініп тапсырмаларымызды орындай қояйық. Біз зерттеу орталығына келдік. Сендер зерттеу орталығына келдіңдер. Не екен алдымызда тұрған? Қар. Және қарды бірге зерттеп көрейік, балалар. Қарды зерттеу үшін біз суға қарды бірінші салып көрейікші. Таяқшамызды аламыз, араластырамыз. Суды қарға біз салдық, оны араластырдық. Судың түсі өзгерді ме? Өзгерген жоқ, балалар? Ал енді қазір балалар қардың түсін өзгертіп көреміз бе? Түсін өзгертіп көрейік па? Кәнеке, мына қардың түсін өзгертіп көрейік. Айгерім ала ғой. Мына қарды бояқшы, кәне, түсін өзгертіп.
Qanday tusga bo'yadik? Ko'k. Ko'k tusga bo'yadik ya. Bu nening beynesine o'xshab tur bizga? Tavga o'xshab tur ya. Jaraysinlar bolalar. Qani qarimizning tusini o'zgartdik. Endi qardan oq qala jasab ko'ramizmi? Ya. Ne jasadık? Ne jasadık? Akala. Akala çıktı dışarısında. Yani kararı seni ne çıktı? Akala çıktı ya. Qanday keremet jaraysın da bolalar. Qani bolalar, biz turli tusda asıqlarni foydalana o'tirib, sizlarga qizning beynelangan suratini asıqlarning astidan aytib ko'raylikchi. Qani ma'gan qanday tus tusdi? Ma'gan жасыл түс түсті. Мен жасыл түсті ашамын. Менде жасыл түсті. Қанкей бейнеленген екен. Қане, Үнжу, сен лақтыра ғой? Лақтыра ғой. Қандай түс? Сары түс. Аша ғой сары түс. Не бейнеленген екен? Қысқа орманы. Қысқа орман бейнеленген екен. Жарайсың. Балалар, қане, біз мына фонариктің көмегімен аққаланың ішінде жасырынған суретті көрейікші қане. Баян айтабын, сен неде жасырынған екен? Қолғап дұрыс айтасың. Бұның барлығы еркежан. Қай мезгілге киетін киімдер? Қыс мезгілінде киеді, жарайсыңдар. Сенде ненің суреті шыққан? Аққаланың дұрыс айтасың. Баяшқы, сенде ненің суреті шықты? Жарайсыңдар. Бала сендердің алдарына берген тапсырмаларды орындай қойыңдар. Мына жерде бейнеленген жемпірлердің, көлеңкелердің таба қойыңдар. Түсіне байланысты. Сынағын таба қойыңдар, қане. Аққаланы пішіндерге байланысты құрастырамыз, жақсы ма? Аққала құрастырамыз, жарайды ма? Ya. Ғой шымна қандай пішін? Жарайсың. Ахмат, сенде қандай пішін? Жарайсың. Айлин, сенде қандай пішін? Дөңгелек, жарайсың. Келесі тапсырма бізде. Аққаланы түсіне байланысты киіндіреміз, жақсы ма? Жарайсыңдар. Үнжіп айта қойшы, сен қандай түске киіндірдің? Жасыл. Жасыл түс. Ағалар енді мына қолғаптарды түстеріне байланысты сәйкестендіріп қоя қойыңдар. Сен мына жерде суретті бояйсың, жақсы ма? Бұл ненің суреті? Аққаланың суреті, дұрыс айтасың. Сен мына бояулардың көмегімен аққаланың суретін боя, жақсы ма? Балалар, сендерге берілген тапсырманы орындайықшы, қане. Мына алдарында тұрған ненің суреті? Аққаланың суреті. Қане, аққаланың суретін толықтырайық. Толықтырамыз қанттың көмегімен. Қанттың түсі қандай? Ақ, дұрыс айтасың. Аққала да қандай болу керек? Ақ болу керек, е? Жарайсың. Қане, енді мына қанттың көмегімен алып, бұлай толықтырасыңдар, жақсы ма? Қане, істеп ойыңдар. Жарайсыңдар балалар. Аққаламыз толықтай ақтап болды ма? Иә, жарайсыңдар. Алдымыздағы бояғыштардың көмегімен алдымыздағы қысқы орманның жануарларының көлеңкесін түсірейікші. Ол үшін бізге губканың көмегі қажет.
Бүгінгі іс-әрекетіміз ұнады ма сіздерге? Қыс мезгілі қандай? Ал қыс мезгілінде ауа райы қандай? Ал қар қандай? Ауа қандай? Жарайсыңдар, бұның барлығы қандай? Жарайсыңдар, көңіл күйлері қандай? Жарайсыңдар балалар. Енді менің сіздерге арнап сыйлығым бар. Бүгінгі өздеріңді көрсеткендерің үшін сіздерге сыйлықтарым бар балалар.